ерінбей оқып шық, бұл өте маңызды. Қош келдің, дисплейден алыстама. Жылдары Алматы қаласының Казгу университетінде тәлім алған адамдар бұл сұмдық оқиғаны жақсы білетін болар. 1992 жылдың қыс мезгілі алматылықтардың бойына үлкен үрей ұялатты. Дәлірек айтқанда, 1992 жылы белгісіз бір қанішер Казгудың студент қыздарына аңға шыққандай оларды аяусыз өлтіріп жатты. Қаңтар айы. Жас қыздың мәйітін Казгуградта ойнап жүрген балалар тауып алды. Қалың қардың астынан көздері әйнекке ұсаған, мойны бір құлағынан екінші құлағына дейін бауыздалған қыздың бейнесі көрінді. Шошыған бүлдіршін қанға боялған аузымен күліп жатқан қызды көргендей болды. Қорқып қалған балалар үлкен кісілерді шақыра бастады. Милицияға қоңырау шалынды. Оқиға орнына жетіп келген милиция қызметкерлері мәйіттің кім екенін тез анықтады. Ол тарих факультетінің студенті Жанар Жексенова болып шықты. Студент қыздарды зорлап өлтіретін маньяк туралы сыбыс Алматыға тез тарады. Ең қорқыныштысы бұл шындық еді. Қанішер ұзақ уақыт қаланы үрейде ұстады, ал милицияға оны табу қиынға соқты. Экспертиза нәтижелері Жанардың өлер алдында зорланғанын көрсетті. Милиция қызметкерлері Жанардың жүретін жігіті болғанын анықтады. Ол Алматының тұрғыны еді. Бірнеше күн бұрын жатақханадан шыққан Жанар өз құрбыларына Мұратқа, яғни жігітіне бара жатқанын ескерткен еді. Содан кейін Жанар із-түзсіз жоғалды. Мұрат бірінші күдіктіге айналды. Тергеу барысында Мұрат Жанармен бір жылдай жүріп жүргені, оқуды бітіріп екеуі үйленуді жоспарлағандары анықталды. Сол қаралы күні Жанар жігітіне соғып, кешті бірге өткізген екен. Сосын Мұрат оны автобус аялдамасына дейін шығарып салған. Жанар Мұраттан жүкті болуы мүмкін, ал Мұрат оны қаламай, мәселені басқаша шешкен болар деген болжам пайда бола бастады. Бірақ эксперттер оны жоққа шығарды. Анализ қорытындысы Мұраттың қаны мен қылмыскерден қалған қаннан сәйкестік таппады. Мұрат күдіктілердің қатарынан сызылды. Бір айдан кейін милицияға хабарлама келді. Казгудың жатақханасынан тағы бір қыз жоғалды. Жатақханадағы көрші қыздардың айтуы бойынша, Гаухар өзінің қаладағы құрбыларына кеткеннен соң қайтып оралмаған. Казгуградты түгел тінтіп шыққан милиция ештеңе таппады. Университеттің айналасында қатыгез зорлаушы маньяк жүргеніне баршаның көзі жетті. Қалалық ішкі істер басқармасы ең тәжірибелі қызметкерлерден тұратын оперативті тергеу тобын жинады. Жатақханадағы қыздардан ақпарат жинау жұмысы басталды. Бір студент қыз бір ай бұрын оны белгісіз адам зорлап кеткенін айтты. Кешке жатақханаға бара жатқанда алдынан пышақ ұстаған адам шығыпты. Байғұс қыздың тамағына пышақ тақап тұрып, өзінің лас ісін аяқтаған соң, «Милицияға шағымдамсаң өлтіріп тастаймын» деп қызды қорқытыпты. Студент қыздың қорыққаны соншалық тіпті құрбыларына да тіс жармапты. Жуырда күйеуге шығуға дайындалып жүрген қыз милицияға арыз жазудан бас тартты. Тіпті зорлаушының түр әлпетін де есіне түсіре алмады, себебі қараңғыдан ештеңе көрінбеген. Есінде қалғаны қылмыскер ұзын бойлы еуропалық. Бұл жағдай милицияның жұмысын қиындата түсті. Қылмыскер Казгудың студенті деген болжам пайда болды, бірақ ол нәтиже бермеді. Екінші болжам бойынша Казгудың мұғалімдері мен профессорлары толық тексерілді, қайтадан нәтиже шықпады. Университет маңайындағы бомждар болуы мүмкін деген болжамнан да түк шықпады. Милиция қызметкерлері іздеу барысында қызық қадамға барды. Бірнеше қызметкеріне қыздардың киімін кигізіп, бастарына парик таққызып, беттеріне макияж жасады. Театрдан арнайы шақыртылған кәсіпқой гример өз жұмысын жақсы атқарды. Қыздар кейпінде жүрген милицейлерге жігіттер қауымы бірден назар аударды. Әсіресе африкандық студенттер оларға жақындап таныса бастады. Бірақ олардың арасында маньяк болған жоқ. Келесі қадам тағы қиындық туғызды. Жақын маңайдағы тұрғындардың қанын тексеру. Анализ қорытындысы маньяктың белгілі бір уақытта және белгілі бір жерде қылмыс жасағанын көрсетті. Казгуградқа қоғамдық транспортпен бару қылмыскерге қауіпті болатын, ал жеке автокөлік ол заманда қол жетімді болмаған. Қылмыс аймағын квадраттарға бөліп,
милицейлер қолдарындағы мағлұмат бойынша іріктеу жұмысын бастады. Тергеушілер бірнеше мың медқұжаттармен танысып шықты. Жергілікті учаскелік қызметкер Весновка жанында қылмыскерге ұқсас жігіт тұратынын мәлімдеді. Тергеушілер сол мекенжайға жетіп барды. Күдікті Николай есімді жігіт үйінде болды. Оны бірден қан тапсыруға алып кетті. Оның қаны екінші топ болып шықты, ал қылмыскердің қаны үшінші топ еді. Николайды жіберуге тура келді, бірақ ол тергеу жұмысына көмек көрсетуге дайын екенін айтты. Тергеушілерге Николай бір түрлі болып көрінді. Бірнеше күннен кейін Николай милицияға келіп, подъездінде бір түрлі иіс шығып жатқанын айтты. Милиция қызметкері барып подъезді тексеріп шықты, бірақ күдік туғызатын ештеңе таппады. Милицейлер Николайдың есі дұрыс емес деген ойға келді. Көп ұзамай маньяк қайтадан жұмысына кірісті. Казгуградтан тағы бір зорланған қыздың мәйіті табылды. Маньякты бір тәулік бойы іздеген милицейлердің бойын ыза кернеп бара жатты. Қылмыс аймағын тінтіп жүргендеріне бір ай болды, ал маньяк бостандықта өзінің лас ісін жалғастыруда. Күнделдің бір күнінде милицияға бір қыз қоңырау шалды. Ол Әл-Фараби көшесінде оның жігітіне бір кісі пышақ сұққанын айтты. Оқиға орнына келген милицейлерге ол қыз болған мән-жайдың бәрін айтып берді. Весновканың бойында жігітімен серуендеп жүрген қызға белгісіз бір ер адам жақындап, жігітінің көкірегіне пышақ сұққан. Шошқан қыздың аузын қолымен жабып, шешінуін талап еткен. Бірақ жақын маңда жүрген адамдардан сескеніп, қылмыскер қаша жөнелген. Жедел жәрдем жәбірленушіге көмек беріп жатқанда, қыз қылмыскердің түрін толық сипаттап берді. Ол Николай болып шықты. Милицияға көмектесем деген Николай. Милиция оның пәтеріне кіріп келгенде, Николай киіміндегі қан іздерін жуып жатқан еді. Кіреберісте оның енді жуылған аяқ киімі жатты. Тергеу барысында Николай еш түр білдірген жоқ. Қылмыскермен жүздескен қыз оны бірден танып қойды, бірақ Николай кінәсін мойындаған жоқ. Оның қанын тағы да экспертизаға жіберді, бірақ бұл жолы Мәскеуге. Көп ұзамай қорытынды шықты. Николайдың қан тобы маньяктікімен сәйкес. Тылсым қолға түспейтін маньяк милицияның қолына түсті. Экспертиза нәтижесінен кейін Николай бәрін мойындады. Ол еш қынжылмай жас студенттерді қалай зорлап өлтіргенін айта бастады. Оған қоса Гаухардың қайда жоғалғанын да айтып берді. Казгуградта ешкім жоқта байқұс қызды тосып алып пышақпен қорқытыпты. Оны көшеде зорлағысы келмей, өз подъездінің жертөлесіне әкеліп, аяусыз зорлап, өлтіріп, сол жерге көміп тастапты. Мен сендерге біртүрлі иіс туралы не үшін айттым? Сендер сол қыздың мәйітін тауып, алып кетсін деп айттым, деді Николай. Тергеу барысында мәйіттерден қалған әшекей, косметика бұйымдарын Николай өз әпкесіне және сүйіктісіне сыйлағаны анықталды. Ол тіпті үш емес, одан да көп қызды зорлап өлтіргенін мойындай бастады. Десек те кейіннен ол тақырыпқа сөйлесуден бас тартты. Тергеу соңына қарай қылмыскер есі ауысқан кейіп таныта бастады. Бірақ сот психэкспертиза оның есі дұрыс екенін көрсетті. Сотта Николай тізерлеп тұрып, оған аяушылық танытуларын сұрады. Бірақ оның бұл әрекетінен түк шықпады. КСРО-ның ішкі істер министрінің орынбасарының айтуы бойынша, бірінші экспертизада қателік болмағанда, маньяк ертерек ұсталушы еді. Бәлкім бұл қателік үшін жауапты адамдар жазаланған да болар. Бірақ бұл кішкентай қателіктің құны үлкен болды. Сот шешімі бойынша Николайға ату жазасы тағайындалды.